Сәлем достар! Кукабека каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде челлендж. Угадайте за продукта. Бүгін бізде тағы да Асланчикпен бір видео. Қазір мен бір затты алып Бегімге айтам. Егер де ол сол заттың бағасын білсе аламыз, егер білмесе алмаймыз. Кеттік, бастайық. Бастаймыз достар. Так, Бегім анау кетіп бара жатыр. Так, мынаны айтып көрейін. Сәтсай. Мына Орионың бағасы қанша деп ойлайсың? 500 теңге шығар. Қанша? 500. 500 емес. Мінекей бұның бағасы 945 теңге. Таппады, алмаймыз. Так. Сен жүре бер. Таппады достар. Қазір келесі айтып көрейін. Табам екен. Назад. Бағасын көрдіңіздер ғой, ә? 519 теңге. Бегім Аслан екеуі жүр. Татырсай. Қанша деп ойлайсың? Сушка. Сушка с тушенкой дейді. Иә. 650-670. Так, бұны аламыз. Я примерно бұл 719 теңге, 739 теңге сондай. Ну, примерно жақын айттың ғой. Я. Так, тағы да айтып көрейін. Достар, бағасын көрдіңіздер ғой, я? Стоп. Қатты алысқа кетіп қалмасай. Бағасы қанша деп ойлайсың? Примерно білетін сияқтымын. Шақта бар ғой. Я, сен шешуге алатын ғолсын. Ұмытып қалдым бірақ ше. Айтып көрсей. 450-430 теңге ма? 419 теңге. Примерно сонда. Я, пример таптың аламыз. Енді сен мазықтардан көрейін тағы да. Так, алға кеттік. Татыр. Сөште татыр. Қарама бірақ, я, бағасын айтпаймыз, достар. Мінекей бағасы. Ал Халеддің бағасы қанша деп ойлайсың? 1200 ба, 1300 шығар. Жоқ, ондай емес. Нарсы бағасын? 999 теңге. Сен таппадың бағасын. Қымбат айтып жүрдің, я. Кеттік, алға жүреміз. Мінекей бағасын көрдіңіздер ғой, я. Қанша деп ойлайсың? 320 теңге шығар. 339 теңге. Ну, примерно таптың, я. Аламыз. Яқта тәттілер бар екен, барайықшы. Неқ барайын. Мен тәттіні жақса көрем. Сосын тәттілердің астына өткенде. Көзім жанап кетіп өтейім. 577 теңге екен. Киндерді айтып көрейік қазір. Қанша деп ойлайсың? Так, нормально. Иә. 600 теңге шығар. 600 теңге дедің ба? Я, ну, примерно жақындап қалдым, 577 теңге. Аламыз. Бегім мінекей тұр, қазір шамал арқылы өтіп кетсін. Так, біздің үйге тағы не керек? Үйге керек заттарды айтайын қазір.
бульон с говядиной 630 тенге. Бегім, на бульон қанша теңге деп ойлайсың? 120 теңге. Қанша? 120. 120? Жоқ, бұл 239 теңге тұрады. Таппадым, алмаймыз. Қайта орнына қоямыз. Жоқ, 309 теңге екен. Бұны 120 теңге деп айтты. Так. Масала шай дейді. Масала шай. Жоқ, бізге керек емес. Так. Тофифи. 2269. Алынбай жатқанбыз. Бегім, мына тофифи қанша теңге деп ойлайсың? 800 теңге. Жоқ. Бұның бағасы 2339 теңге. Қымбаттап кетті, 2269 теңге екен. Я. Так, енді. Паэлла. Паэлла, я. Мінекей достар, бағасын көрдіңіздер. Бағасын көрдіңіздер ғой, я. Бегім ана ойықты кетіп бара жатыр. Енді. Так, бір минутта тұрыңыз. Рафаэлланың бағасы қанша деп ойлайсыз? Қазір. Жоқ, бұның бағасы 1575 теңге. Сен 500 теңге артық айтып қойдың ғой? Жоқ, алмаймыз бұны. Бір 20-30 теңге, 100 теңге шамалы артық айтып жүрсе, онда алуға болатын еді. Бұрынна қоямыз қайттан. Так, енді достар, мен аджиканы айтып көрейін. Бегіміз аджиканы жақсы көретіндігін алып жүр. Бағасын білем екен. Қазір. Қаға кетіп қалды. Уже. Бегім тұра тұр. Аджика, бағасы қанша деп ойлайсың? Аджика ма, бұл ма 430 теңге. Жоқ, прикинь, бұның бағасы 900 теңге. Ой. Иә, өзің жақсы көріп жейсің ғой, бірақ бағасын білмейсің. 400 теңге алатын. Қай заманда? Болмайды, қайта орнына қоямыз. Алмаймыз. Егер бағасын тапқанда алатын едік. Так, 902 теңге тұрады. Бегім тек осы 4 сақтан ғана бағасын таба алды. Әкел енді, мен таңдайын, бағасын сен айт. Давай. Так, көрейік ал. Китайский суптардың бағасын білетін екен. Көрейікші. Бағасы 659 теңге. Қазір. Қанша деп ойлайсың? Қанша? 300 теңге шығар? 300 теңге емес, бұның бағасы 659 теңге. Ой, сондай драма не? Бұны алмайтын болдық. Так, тушонкілердің бағасын білет шығар деп ойлаймын. Кублей. Негізі 1009 теңге тұрады екен. Қазір көрейік. Жөн агуша көрді. Мұнан бағасын точно білетін сияқтысың. Кублей. Бұндайды бұрын алатын едік па, қазір алып жүрген жоқпыз. Бағасы где-то 500 теңге шығады. Ой, Енді қанша? 1000 теңге. Ой, сондай қымбаттап кеткен ба? Иә. Біз бұрын алатынбыз бұны. Дәл қазір алып жүрген жоқпыз. Бұны алмайтын болдық онда. Болды, бұны алмайтын болдық. Орнына қойып қойайын барып. Шемішкі майлар. Мынаны точно табатын сияқты енді.
қандай алатын еді обычно. Так. Так. Мынау не деген? Аниская дейді. Бағасы 725 теңге тұрады. Скорыйға. Мынау ше, мынау қанша деп ойлайсың? Майма примерно 1000 теңге тұрады. Жоқ. Одан арзан 700 теңге тұрады екен. Осында тұра ма? Аха. Көбінесе Бұны да алмайтын болдық онда. Орнына қойып қояйын. Так, мына печеньеларды көрейікші ал. Крекер 555 деген екен. Көрейік ал. Таба аламын екен. Так, мына печеньенің бағасы қанша деп ойлайсың? Ол печеньенің бағасына айтамын. Так, ол печеньенің бағасы 300 теңге тұра ма? Жоқ. Одан төмендеуші мал. 555 теңге. Алайын дегенде? Сен бүгін ештеңе алмайтын сияқтысың ғой. Бағасын білмейді екенбіз ғой. Я болды, пока орнына қоя тұрайын енді. Бүгін ештеңе алмайтын сияқты. Ешқандай заттың бағасын таба алмай жатыр. Достар, негізі біз магазинге шешетін заттар алуға шыққанбыз ғой. Енді мінекей осы 4 заттың бағасын примерно білдік. Енді осы 4 затты үйімізге алып қайтайын деп тұр ғой деймін. Осымен отырып, сушкамен, киндермен, рулетпен отырып шешетін сияқтымыз ғой. Достар, біз көп заттарды алғанмен де көбісінің бағасын сұрамайды екенбіз, қарамайды екенбіз, тек алып өте шығады екенбіз. Жаңа білдік, көбісінің бағасын қарадық, сондай екен ғой деп таңғалып жатырық. Достар, бүгінгі угадай цену за продукты челлендж сіздерге ұнады ма? Комментарийға жазыңыздар. Достар, Кука Бека каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.